Армысыздар, Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен Алтынай Аман. Бүгін осы видео арқылы сіздерге байлық кодын, өзіңіздің нақты ақша кодыңызды есептеуді көрсетемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, ең алдымен қағазға өзіңіздің туылған жылыңызды толықтай жазасыз. Содан кейін ең бірінші шаг ол мынау туылған күн тұр ғой, 11 мысалы сіз 05-і туылуыңыз мүмкін. 05-і дейсізді, 0-ге 5 қосасыз, 5 деген шығады. Көрдіңіз ба? Мына жақта 11 ғой, 1-ге 1-ді қостық, 2. Екінші ай 07, өзіңіздікін аласыз. Мынау жай ғана, мысалы менің бір клиентімнің ол 0 қосу 7. Көрдіңіз ба? Мына жақта ай ғой, 7 деп шығады. Одан кейін туылған жылды аламыз. Туылған жылды алып, әр қайсын кезек-кезек бір-біріне қосып шығамыз. Сол кезде 27 шықты, көрдіңіздер ма? Енді 27 демей 2-ге 7-ні қосамыз, потому что однозначное число шығу керек. 2-ге 7-ні қосқанда 9 дейміз. Міне бізде 3 ең қажетті код шықты уже. Енді міне біріншіні, 2-ні, 3-ті бір-біріне қосып шығамыз. 2 қосу 7, қосу 9 тең 18 шықты, 18-ті енді бір-біріне қосамыз. 1 қосу 8, 9. Сонда бұл кісінің ақша коды 2, 7, 9, 9 болып тұр, көрдіңіздер ма? Яғни байлық коды 2, 7, 9, 9. Көп кісілер 2799 деп оқиды, өте қателеседі. Негізі 2799 деп те оқуға болмайды. Әрқайсысын бөлек-бөлек оқисыздар. 2, 7, 9, 9. Міне осыны есептеп қойғаннан кейін сіздер бұны тұрақты түрде қолдануларыңыз керек. Қолдансаңыздар, сіздерге көп көмегі тиеді. Бірінші қолдану ережесі ол кез келген парольдарда қолдансаңыздар болады, және де пин-кодта. Кез келген Каспи Голд карточкаңызға, мысалы телефонның өзіне кіретін кезде пин-кодқа терсеңіздер болады. Болмаса желі ішіндегі парольға қойсаңыздар болады. Екінші, өзіңіздің логиніңізға, никнеймға қойсаңыздар болады. Үшінші, ол электронный почтаға жазсаңыздар болады. 2799 деген сияқты әркім өзінің ақша кодын қояды. Келесі, ол телефоныңызға номер алсаңыздар болады, осы сандар бар. Ол енді керемет болады еді. Бесінші, ол өзіңіздің ақша кодыңызды ішіңізде не болмаса қайталап айтып жүрсеңіздер болады. Содан кейін өзіңіздің осы кодыңызды бір параққа жазып алып, өзіңізбен бірге алып жүрсеңіз болады. Болмаса әмияныңызға салып қойсаңыз, талисман ретінде жұмыс жасайтын болады. Егер арман картаңыз болса, онда сол жерге қойып қойсаңыз болады. Сіз бұл ақша кодыңызбен қаншалықты үндесетін болсаңыз, ол соншалықты сізге көмектесетін болады. Ендеше есептеу қиын емес, сондықтан міндетті түрде өзіңіздің ақша кодыңызды, байлық кодыңызды біліп жүріңіздер. Әр адамды әртүрлі қолданыңыздар, күнделікті ішіңізден айтып, күнделікті қолданатын дүниелеріңізге жазып қойсаңыздар тіптен жақсы. Сонымен қатар менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Бұл жақтан көптеген пайдалы ақпараттар аласыздар. Виртуалды матрица есептеуді үйренеміз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Ендеше іске сәт, барлықтарыңызға бай болуды тілеймін. Аман болыңыздар.